Баршаңызға сәлем, мен есімім Гүлбану. Мен сіздерге бүгін өзімде бірінші рет жасап отырмын. Анарға қосылған шоколад. Болмаса, шоколадқа қосылған анар деп айтсам да болады. Жасап көреміз, өте дәмді шығады екен. Ең бірінші осында үлкен анарды алдым. Барлығының дәндерін алып шықтым, сыртындағы қабығын алып. Мен бірінші мәрте жасағаннан қалай болар екен, дәне қалып кетпей ме екен деп ойлаған едім. Енді көреміз, соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Өте керемет болып шықты, және оңай. Міне осылай біртіндеп дәндерін алып аламыз. Міне осылай бір кесе шықты. Осындай мешок керек. Мешоктың ішіне осындай Голливуд шоколадын қостым. Қазақстан шоколадпен жазсаңыздар да болады. Кішкентайды бетін сәндеу үшін. Осындай ыстық суға 2-3 минутқа қойып қоямыз. Сосын маған осындай печеньеға арналған салфетка керек болды. Барлығын жайып аламыз. Бірінші шоколадты құйып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шоколадты қалың қылып қойсаңыздар да болады. Болмаса жұқа қылып қойсаңыздар да болады. Басын кішкене жіңішке кесіп қойған екен. Шоколадым. Осылай шоколадтың барлығын жеткенше құйып шықтым. Жетпегеніне тағы да ертіп, тағы да құйып шықтым. Сонымен біз анарларымызды салып шығамыз. Осылай бір қасықпен салып шықтым, кішкентай қасықпен. Көрінісі де әдемі, дәмі де өте әдемі шықты. Кішкентай мешоктағы шоколадты осылай бетіне сәндедім, және де бетіндегі анарлар бірігіп тұру үшін де осылай істеулеріңіз керек екен. Енді оны морозильникке қатқанша қоямыз. Мен морозильнигім жай қатыратын болғандықтан мен бір 15-20 минутқа қойдым. Міне осылай әдемі болып шықты. Шай ішкенге өте керемет екен. Жаңағы Голливуд шоколадын қайдан алам десеңіздер, енді бізде ауылда дүкенде жоқ, бірақ өзіміздің қаламызда сондай доставка жасайтын дүкеніміз бар. Сол дүкеннен ауылға дейін алдыртып аламыз. Ондай шоколадпен жазсаңыздар тіптен керемет, өте керемет болып шығады. Қазақстан шоколадпен де жазсаңыздар болады, ол кез келген дүкеннен табылады деп ойлаймын. Ішінде дәні бар шоколадтар болмайды. Өте дәмі, өте керемет болып шықты. Екеуін жеп қойдым осының өзінде. Сіздер де жасап көріңіздер, лайк басып, жазылып қойыңыздар каналыма.